Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін анам бала күнімізде пісіріп беретін дәмді печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Керек заттардың барлығын описание бөліміне жаздым. Бұл жерде мен 2 порция алдым. Қаласаңыздар жартысын істеулеріңізге болады. Көп болады десеңіздер. 4 жұмыртқамызды жағып, қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Көпіргенше. Сүтімізді құямыз. Қанты ерігенше жақсылап араластырамыз. Сұйық майымызды барлығын араластырып аламыз. Ұнымызға 1 шай қасық разрыхитель саламыз. Ұнымызды біртіндеп салып араластырамыз. Bir жолда емес, бөліп салсаңыздар болады. Қалған ұнды салып, қолмен қамыр илеймін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, балаларға ұнайды. Қамырымыз дайын болды. Кішкене демалтып қоямыз. Екі бөлікке бөліп алдым. Ұстаумен жайып аламын. Өте жұқа болмасын. Осылай жайып аламыз. Мен үйде бар формамен кестім. Қалауыңызша кессеңіз болады. Қалыңдықта жайып аламыз. Мен балаларға қызықты болсын деп қоян формасымен кестім жартысын. Екінші бөлігін дөңгелектеп кестім. Кесіп алғаннан кейін бір бетін қантқа басып, табамызға тізіп аламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Дайын болды. 2 түрлі пішінде жасадым. Өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.